Ассалаумағалейкум қонағымыз. Осыдан 1-2 күн бұрын бір видео көргенде осы Қазақстан Республикасының азаматшасы бір орыс апай қазақтарға орысша сөйлемегені үшін өзінің магазинін жауып сіздерге қызмет көрсетпеймін деп орысша айтты. Неге? Өйткені қазақтар барып қазақша сөйлегені үшін. Неге біз сөйтіп магазинімізге или көшеде жүрген кезде қазақша неге сөйлемейміз оларға? Орысша сөйлеп бізге сұрақ қойса, біз оларға қазақша жауап берейік, қазақша сөйлегендерін требовать етейік. Олар айтады ғой, біз үйренуге міндеттіміз ба деп. Біз сонда қазақстанда тұрып орыс тілін үйренуге міндеттіміз ба? Олар қазақша сөйлеу міндетті емес екен де оларға. Сол үшін бізде мында мақал бар ғой, таспен атқанды аспен ат деп. Таспен атқанды таспен атып үйренейік ағайын. Біз өзіміздің ережемізді оларға қойайық. Біз міндетті емеспіз оларға орысша сөйлеуге. Олар наурыз бізге міндетті. Білуі тиіс қазақстанда тұрды ма? Білуі тиіс қазақша сөйлеу. Сондықтан бәріміз жұмылып қазақтың дамытайық. Қазақстанда тұрып жатқан ағайындар, қазақша сөйлейік бәріміз. Олар айтады екен онда, біз міндетті емеспіз қазақша сөйлеуге деп. Сонда біз міндеттіміз ба не қазақша орысша сөйлеуге? Бәріміз қазақша сөйлеуге ағайындар. Магазинге келді ма? Магазинге келгенде біз де жауап істейік магазинге. Қазақша сөйлемейсің ба? Қызмет көрсетпейміз деп.